Бір профессордың 40 жыл бойы ешкімге айтпаған құпиясы. Мен студент кезінде бірге жұмыс істеген бір қарт профессор зейнетке шығар алдында мені қасына шақырып, жай ғана бұлай деді. Есіңде сақта. 60-тан кейін адамға керек ең маңызды нәрселер қан тамырлары үшін, буындар үшін, қант үшін дәріханада емес, ас үйдегі қарапайым жәшікте жатыр. Бірақ сен бұл туралы айтсаң, сені түсінбейді. Мен бұл сөзді есінде сақтадым. 40 жыл бойы үндемедім, бірақ бүгін енді жеткілікті. Бүгін мен сізге баяғыда айтуым керек болған шындықты айтамын. Бір ғана өнім, 3 құпия, 14 күн, және сіз өзіміздегі өзгерісті сезесіз. Мен бәрін қарапайым тілмен түсіндіремін. Медициналық терминсіз. Соңында сізде нақты жоспар болады. Не істеу керек, қалай істеу керек. Бірақ алдымен сізге таныс таң, оятқыш шырылдайды. Бірақ шын мәнде сіз онсыз да ояндыңыз. Ұйқы бұрынғыдай емес. Көзімізді ашқанда бірінші ой, қай жерім ауырып тұр. Төсектен тұрған кезде тізе қатып қалғандай. Қолды жұдырыққа тию қиын. Басыңыз сәл айналады. Үйреншікті жағдай. Жуынуға барасыз, самайыңыз қысылып тұр. Ішімізден білесіз, таблеткасыз бұл күн басталмайды. Таңғас тәбетсіз. Сосын бір уыс дәрі, қысым үшін, қант үшін, холестерин үшін, буын үшін. Және ішімізде бір сұрақ. Сіз оны өзімізден шаршағанша сұрадыңыз. Бұл енді мәңгілік пе? Ең қауіпті нәрсе тәжірибемде мен бұл сұрақты жүздеген рет естідім. Адамдар шағымданбайды. Олар үйреніп кеткен. Ауырсынуға, қатты денеге, әлсіздікке олар ойлайды. Жас келген соң осылай болуы керек. Жоқ, мен мұны қайта-қайта айтамын. Бұл норма емес. Бұл белгі. Сіздің денеңіз сізге айқайлап жатыр. Ауырсынумен, қысыммен, ұйқысыздықпен. Маңызды нәрсе. Жақсылап тыңдаңыз. Бұл мәңгілік емес. Мен сізге сиқырлы таблетка ұсынбаймын. Мен жарнамада саптырған жоқпын. Бұл уақытпен тексерілген білім. Мен өз көзіммен көрген нәтиже. Егер сіз бұл видеоны соңына дейін қарасаңыз, сіз мынаны білесіз. Қан тамырларын қолдайтын бір қарапайым өнім. Қант пен холестеринге әсер ететін механизм. Буындарға нақты көмектесетін тәсіл. Және ең бастысы, таңертең, түсте, кешке арналған нақты жүйе. 14 күн ішінде сіз мұнаны сезе бастайсыз. Қозғалыс жеңілдейді. Қысым тұрақталады. Басыңыз анық болады. Ұйқы кереңдейді. Мен не ұсынбаймын? Мен қымбат дәрі жарнамаламаймын. Маған ешқандай компания ақша төлемейді. Маған сіздің бірдеңе сатып алғаныңыз қажет емес. Мен тек бір нәрсені көріп шаршадым. Менің қатарластарым дәріге тәуелді өмір сүріп жатыр. Ал олардың жанында қарапайым, арзан, бірақ тиімді шешім бар. Бұл қандай өнім? Бұл өнім наннан арзан. Кез келген дүкенде бар. Және мүмкін дәл қазір сіздің үйіңізде тұр. Бұл қарапайым пияз. Дәл сол пияз. Сіз сорпаға салатын, салатқа қосатын. Ешқашан мән бермеген. Бірақ бүгіннен кейін сіз оған басқаша қарайсыз. Неге бұл туралы ешкім айтпайды? Сіз сұрай аласыз. Егер пияз соншалық пайдалы болса, неге дәрігерлер айтпайды? Жауабы қарапайым. Қазіргі медицина жүйесі үлкен механизм. Дәрігерде күніне 30-40 науқас. Әр адамға 7-10 минут. Ол не істейді? Тыңдайды. Диагноз қояды. Рецепт жазады. Оның сізге отырып, күн сайын пиязды осылай жеп көріңіз деуге уақыты жоқ. Және ең бастысы, бізді бұған үйретпеген. Бізді дәрі жазуға үйретті. Бірақ қарапайым тағаммен емдеуге емес. Неге бұл маңызды? Жүйе бұлай жұмыс істейді. Белгі, дәрі, ауру, протокол. Ал бұл протоколда күніне жарты пияз деген жол жоқ. Неге? Өйткені одан ешкім ақша таппайды. Бірақ менің жолым басқа болды. Менің ұстазым болды. Сол қарт профессор. Ол өмір бойы табиғи өнімдерді зерттеді. Ол дәптерге жазды. Адамдарды бақылап отырды. Нәтижені салыстырды. Және бір нәрсені көрді.
Қарапайым өнімдер кейде дәрден де жақсы жұмыс істейді. Ең маңызды түсінік. Біз бір нәрсеге сеніп қалғанбыз. Қарттық бұл ауру. Жоқ, қарттық бұл кезең. Біреу 80-де белсенді жүреді, басқасы 60-та қозғала алмайды. Айырмашылық неде? Көп жағдайда күнделікті әдеттерде. Шын айырмашылық. Айырмашылық ақшада емес, клиникада емес. Айырмашылық күніне 15 минутта. Біреу пайдалы нәрсе ішеді, біреу жай шай ішеді, біреу дұрыс салат жейді, біреу бутерброд, біреу кешке денесін қолдайды, біреу жай ұйықтай алмай жатады. Ұсақ нәрселер, бірақ олардан өмір құралады. Сіздің денеңізде не болып жатыр? Көп адам ойлайды. Бұл жасқа байланысты ғана. Жоқ, әр белгі нақты процесс. Түсінсеңіз, қалай көмектесу керегінде түсінесіз. Біріншіден, қан тамырлары. Қарапайым мысал елестетіңіз. Бақшадағы су шлангы. Жаңа кезде су еркін ағады, қысым қалыпты. Ал 20 жылдан кейін қабырғасы қатаяды, ішінде қақ жиналады, су әрең өтеді. Не істеу керек? Қысымды көтеру. Сіздің ағзаңызда дәл солай істейді. Қан өтпейді, қысым көтеріледі. Сондықтан құлақтағы шу, бас айналу, аяқтағы ауырлық бәрі бір нәрседен. Тамырлар икемділігін жоғалтты. Екіншіден, қант пен зат алмасу. Жас ұлғайған сайын ұйқы безі баяулайды. Жасушалар инсулинге нашар жауап береді. Қант бірден көтерілмейді. Баяу, байқалмай. Бірақ дене сезеді. Тамақтан кейін ұйқышылдық, бас тұман, себепсіз шаршау. Бұл сигнал. Ағза қою отынмен жұмыс істеп жатыр. Үшіншіден, холестерин. Бауыр фильтр сияқты. Жаңа кезде таза жұмыс істейді. Уақыт өте, дәрілер, майлы тағам, токсиндер бәрі жиналады. Нәтиже, холестерин тамыр қабырғасына жиналады. Жай жылдар бойы. Сіз байқамайсыз. Проблема үлкен болған шанша. Төртіншіден, буындар. Бұл ең сезілетін проблема. Буын ішінде шеміршек бар. Жұмсақ, серпімді жастық. Жас кезде бәрі жеңіл. Отыру, тұру, бұрылу. Ал уақыт өте, шеміршек құрғайды, жұқарады, жарылады. Сосын сүйек-сүйекке үйкеледі. Осыдан ауырсыну, ісіну, қимылдың шектелуі. Ең маңыздысы барлығы байланысты. Тамырлар нашар, қоректену жоқ, қант жоғары, қабыну күшейеді. Қабыну буын бұзылады. Жабық шеңбер. Сіз тек симптомды емдейсіз, себеп сол күйі қалады. Неге дәл пияз? Енді ең қызық жер. Неге сәбіз емес? Неге қызылша емес? Неге дәл пияз? Өйткені оның ішінде 3 негізгі зат тобы бар. Бірінші, кверцетин, тамырлар үшін. Бұл күшті антиоксидант. Не істейді? Тамырды қорғайды, икемділікті сақтайды, қысымды табиғи реттеуге көмектеседі. Пияз көп қолданылатын елдерде жүрек қан тамыр аурулары аз. Бұл кездейсоқ емес. Екінші, күкірт қосылыстары, буындар үшін. Сізді жылататын заттар есіңізде ме? Солар. Бірақ олар ағза үшін өте маңызды. Не істейді? Қанды сұйылтады. Тромбтың алдын алады. Шеміршекті қоректендіреді. Күкірт буынның құрылыс материалы. Ал пияз ең жақсы көздердің бірі. Үшінші, аллицин, қант пен бауыр үшін. Бұл зат сарымсақта да бар. Не істейді? Бауырды қолдайды. Холестеринді өңдеуге көмектеседі. Қант деңгейін жұмсақ реттейді. Яғни дәрі емес, бірақ күнделікті көмекші. Қорытынды. Бір пияз тамырларға әсер етеді, буындарға әсер етеді, қантқа әсер етеді. Бір уақытта. Осындай өнімдер өте аз, бірақ бір маңызды нюанс бар. Егер сіз пиязды қуырып сорпаға салсаңыз, сіз тек дәм аласыз. Пайдасы азаяды. Неге? Кверцетин бұзылады, аллицин жоғалады. Пайдалы заттар ұшады. Сондықтан жүйе керек. Жай пияз жеу емес. Қалай, қашан, қанша, бәрі маңызды. Енді ең маңызды бөлімге өтеміз. Алда сізді күтеді. 3 нақты құпия. 3 рецепт, нақты схема,
қан тамырлар үшін, қант пен холестерин үшін, буындар үшін, және бәрін бір жүйеге біріктіреміз. Қан тамырлары мен қысым. Мен науқастардан жиі сұраймын, құлақтағы шу қашан басталды? Жауап бірдей, есінде жоқ, бұрыннан бар. Сол сияқты, тұрған кезде көз қараутады, кешке аяқ ауырлайды, бас ауыр сияқты. Адам үйреніп кетеді, бірақ бұған үйренуге болмайды. Не болып жатыр? Жас тамыр серпімді, кеңейеді, жиырылады, қан еркін өтеді. Ал жас ұлғайғанда тамыр пластик құбырға айналады, қатты, серпімсіз. Жүрек қан айдау үшін 2 есе күш жұмсайды, сондықтан қысым көтеріледі. Пияз бұл жерде қалай көмектеседі? Кверцетин негізгі жұмыс істейтін зат, бірақ маңызды нәрсе, ол таблетка сияқты бірден әсер етпейді. Айырмашылықты түсініңіз. Таблетка күшпен ашады. Кверцетин тамырды қайта үйретеді. Бұл уақыт керек процесс, бірақ нәтиже тұрақты. Қан мәселесі. Жас ұлғайғанда қан қоюланады. Тромбоциттер бір-біріне жабысады. Қан кесел сияқты болады. Пияздағы күкірт қосылыстары қанды жұмсақ реттейді. Жабысып қалуды азайтады. Бұл агрессивті емес, бірақ өте маңызды әсер. Рецепт 1. Тамырлар үшін. Енді нақты әрекет. Есте сақтаңыз. Өте қарапайым. Құрамы: 1 кішкентай қызыл пияз, жарты лимон шырыны, 1 шымшым тұз, 1 шай қасық май, зәйтүн, күнбағыс, тазартылмаған. Қалай дайындаймыз? 1. Пиязды жұқа жарты сақина етіп тураңыз. 2. Лимон шырынын сығыңыз. 3. Тұз бен май қосыңыз. 4. Араластырыңыз. 5-10 минут күтіңіз. Неге дәл 10 минут? Бұл өте маңызды. Бірден жесеңіз, заттар толық бөлінбейді. Ұзақ тұрса, тотығады. 10 минут ең киімді уақыт. Қалай қолдану керек? Түсте немесе кешке, тамақпен бірге, күн сайын, үзіліссіз. Бұл курс емес, бұл әдет. Тіс тазалау сияқты. Нақты мысал. Бір науқасым болды, 69 жаста. Қысым 155-те 99, аяғы сінеді, бас ауыр. Осы салатты 3 апта жеді. Нәтиже: құлақтағы шу азайды, басы жеңілдеді, аяғы сінуі төмендеді. Бұл чудо емес, бұл жүйе. Қант пен холестерин. Бұл ең қауіпті проблема. Неге? Өйткені ол ауырмайды. Сіз оны байқамайсыз. Өзімізді тексеріңіз. Қазір өзімізге жауап беріңіз. Таңертең шаршап оянасыз ба? Тамақтан кейін ұйқы келеді ме? Күндіз бас тұманданады ма? Жаралар баяу жазыла ма? Қол аяқ үйіп қалу бар ма? Егер 2-3 иә болса, ойланатын уақыт келді. Не болып жатыр? Қарапайым мысал. Инсулин – кілт. Жасуша – есік. Жас кезде кілт оңай ашылады, қант ішке кіреді. Жас ұлғайғанда құлып тот басады. Кілт бар, бірақ есік ашылмайды. Қант қанда қалады. Пияз не істейді? Ол құлыпқа май тамызғандай механизмді жеңілдетеді. Жасуша жауап беруін жақсартады. Холестерин – бауыр, фильтр. Егер ол бітелсе, холестерин тамырда жиналады. Пияз плюс сарымсақ бауырды қолдайды. Фильтрдің жұмысын жақсартады. Рецепт 2. Қант пен холестерин. Құрамы: жарты қызыл пияз, 1-2 түйір сарымсақ, көкшөп, аскөк, петрушка, 1 ас қасық май. Қалай дайындаймыз? 1. Пиязды майда тураңыз. 2. Сарымсақты жаншып тураңыз. 3. Көкшөп қосыңыз. 4. Май құйыңыз. 5-10 минут күтіңіз. Қалай жеу керек? Мағызды, тамақтың алдында. Алдымен 3-4 асық салат, сосын ғана негізгі ас. Неге? Асқазан бос кезде пайдалы заттар жақсы сіңеді. Бұл өте үлкен айырмашылық береді. Қосымша кеңес: егер пияз ауыр болса, 3 секунд қайнаған суға салу. Өткірлігі азаяды, пайдасы сақталады. Нәтиже: көп адам 2-3 аптада айтады,
Тамақтан кейін ұйқы жоқ, бас анық, энергия тұрақты. Бұл үлкен өзгеріс. Буындар, ауырсыну және қозғалыс. Буын ауруы ерекше нәрсе. Ол сізді ешқашан толық жібермейді. Таңертең тұрғанда бірге, баспалдақпен көтерілгенде бірге, кешке жатқанда бірге, тіпті түнде оятып жібереді. Және ең қауіпті ой, жас келді, бұл қалыпты. Жоқ, ауырсыну ешқашан норма емес. Бұл көмек сұраған сигнал. Не болып жатыр? Буын ішінде шеміршек бар дедік. Ол жұмсақ, серпімді, сырғуды қамтамасыз етеді. Ал уақыт өте, құрғайды, жұқарады, жарылады. Сосын сүйек-сүйекке тиеді. Осыдан қабыну, ісіну, ауырсыну. Дәстүрлі тәсіл не істейді? Ауырсынуды басады. Қабынуға қарсы май. Бірақ себеп өзгермейді. Бұл тек сигналды өшіру. Пияз бұл жерде не істейді? Екі бағытта жұмыс істейді. Бірінші, күкірт, құрылыс материалы. Шеміршекке керек негізгі элемент. Ағзаға қалпына келу үшін ресурс береді. Екінші, кверцетин, қабынуға қарсы. Бірақ ауырсынуды жай баспайды. Қабынудың өзін азайтады. Айырмашылық үлкен. Таблетка ауырсынуды өшіреді. Пияз себепке әсер етеді. Ішкі әдіс. Бұл жерде бәрі қарапайым. Алдыңғы екі рецепт жалғасады. Ең маңыздысы тұрақтылық. 3 күн емес, 1 апта емес, күн сайын. Күкірт ағзада жиналады. Әсер уақытпен күшейеді. Сыртқы әдіс. Компресс. Бұл нақты ауырған жерге. Тізе, иық, бел, саусақ, бәріне болады. Рецепт. Құрамы. 1 пияз, 1 ас қасық табиғи бал. Қалай жасау керек? Бірінші, пиязды үккіштен өткізіңіз. Өте маңызды. Екінші, балмен араластырыңыз. Үшінші, марляға немесе матаға салыңыз. Төртінші, ауырған жерге қойыңыз. Бесінші, үстінен пакет плюс жылы орау. Қанша уақыт? 1-2 сағат. Сезімтал тері болса, 30 минуттан бастаңыз. Маңызды ескерту. Жеңіл қызару қалыпты. Қатты күйсе, алып тастаңыз. Қалай жиі? Күнде емес, күн ара. Теріге демалыс керек. Кішкентай лайфхак. Пияз қабығын тастамаңыз. Ол кверцетиннің концентраты. Қалай қолданамыз? Қайнаған суға салып, тұндырып, компресске қолданамыз. Қос әсер. Нәтиже қандай? Көп адамдар айтады. Ауырсыну бәсеңдейді. Қозғалыс жеңілдейді. Таңғы қатып қалу азаяды. Бұл бірден емес, бірақ нақты. Ең маңызды түсінік. Бұл 3 бөлек кеңес емес, бұл бір жүйе. Тамыр жақсарса, буын қоректенеді. Қан түссе, қабыну азаяды. Буын жеңілдесе, қозғалыс артады. Бұл қалпына келу шеңбері. Енді бәрін біріктіреміз. Келесі бөлімде мен сізге таң, не істеу керек? Түс, қалай жеу керек? Кеш, ең маңызды құпия. Яғни, толық жүйе беремін. Күніне 15 минут нақты схема. Ертең бастауға болады. 3 терезе жүйесі. Күніне 15 минут, бірақ толық әсер. 3 рецепті бөлек қолдансаңыз, әлсіз әсер. Біріктірсеңіз, нәтиже мүлдем басқа. Мен бұны 3 терезе деп атаймын. Таң, түс, кеш. Күніне 3 рет ағзаға көмек беру. Бірінші терезе. Таг. Қан тамырларын ояту. Сіз жана ояндыңыз. Асқазан бос. Ағза бәрін тез сіңіреді. Бұл ең маңызды уақыт. Рецепт. Кештен бастап дайындайсыз. Қызыл пияздың 4-тен 1 бөлігі 1 стақан жылы су. Турап, суға салып, жауып қоясыз. 6-8 сағат тұрады. Таңертең. Бірінші пиязды алып тастаңыз. Екінші, 1 шай қасық бал қосыңыз. Үшінші, араластырып, баяу ішіңіз. Қалай ішу керек? Асықпай. Кішкентай жұтыммен өте маңызды. Ішкеннен кейін 20-30 минут ештеңе жемеңіз. Неге? Осы уақытта қан тамырларына әсер етеді. Қан айналымды жақсартады. Қарапайым нәтиже 1 аптадан кейін адамдар айтады. Бас жеңіл. Таңертең тұру оңай. Бас айналу азайды. Ескерту.
Әр кеш сайын жаңадан дайындау. Балды тек таңертең қосу. Екінші. Терезе, түс, қант, холестерин, буын. Бұл негізгі тамақ уақыты. Рецепт: алдыңғы салат. Пияз, сарымсақ, көкшөп, май. 5-10 минут тұрады. Ег мағызды тәсіл. Салатты бірінші жеңіз, сорпадан бұрын. Негізгі тағамнан бұрын. Неге? Асқазан бос кезде пайдалы заттар толық сіңеді. Қосымша плюс. Май. Асқазанды қорғайды. Пиязды жұмсартады. Кішкентай лайфхак. Пияз ауыр болса, 3 секунд қайнаған суға салу. Нәтиже 2-3 аптадан кейін. Тамақтан кейін ұйқы жоқ. Энергия тұрақты. Бас анық. Үшінші терезе. Кеш. Ұйқы, иммунитет, буын. Бұл ең құпия бөлік. Түнде ағза қалпына келеді. Егер дұрыс материал берсеңіз, нәтиже күшейеді. Пияз. Бал сиропы. Қалай дайындаймыз? 1 пияз, 3 ас қасық бал. Бірінші. Пиязды үккіштен өткізіңіз. Екінші. Балмен араластырыңыз. Үшінші. Банкаға салыңыз. Төртінші. 8 сағатқа қалдырыңыз. Не болады? Төменде сироп пайда болады. Сол керек. Қалай ішу керек? Ұйқыдан 30 минут бұрын 1 ас қасық. Әсері бірінші. Иммунитет. Вирусқа қарсы қолдау. Табиғи қорғаныс. Екінші. Ұйқы. Тез ұйықтау. Терең ұйқы. Үшінші. Буын. Түнде қалпына келу. Таңғы жеңілдік. Қосымша. Егер жөтел болса, 2 рет ішуге болады. Қалған массаны тастамаңыз. Жеуге болады. Компресске қолдануға болады. Барлығын қайталаймыз. Таң пияз тұнбасы плюс бал. Түс пияз плюс сарымсақ салаты алдымен. Кеш пияз бал сиропы. Барлығы қанша уақыт алады? Дайындау 10-15 минут. Нәтиже күн сайын жиналады. Мағызды бұл. Дәрінің орнына емес, дәрмен бірге. Дәріні тоқтатпаңыз. Өзіміз өзгеріс жасамаңыз. Не күтуге болады? 14 күн ішінде. Бас анық, аяқ жеңіл, ұйқы жақсарады, таң жеңіл өтеді. Бұл ғажайып емес, бұл жүйе. Ең басты ой. Сіз үкім емессіз, жасыңыз ауру емес. Сіздің денеңіз көмек күтеді, ал ол көмек өте қарапайым. Күніне 15 минут, кек 15 минут. Бірақ бұл жылдарға әсер етеді, өмір сапасын өзгертеді.